Құрметті ұстаздар, бүгінгі ізденіс еңбек, талпыныс жетістік семинарына қош келдіңіздер. Іс-әрекеттегі зерттеу бұл ұстаздар қауымына жүктелген абыройлы міндет. Бірге жұмыс жасау, бұл жетістік дейді Генри Форд. Қазақтың тағдыры да келешек ел болуы да мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, мектептегі білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі мұғалімдерге байланысты. Осыған орай, білім беру жүйесін оқытудың инновациялық нысандары мен әдістерін енгізу педагогикалық қызметкерлердің тұлғасына және кәсіби құзыреттілігіне жоғары талаптар қоюда. Осы талаптар қалай орындалғанына көз жеткізу үшін кезекті тағы да фокус-топ мүшелеріне бермекшімін. Фокус-топ мүшелері іс-әрекетте зерттеу жүргізу барысында қолданған